Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Ерлан Кезет. Бүгін мен Карпаркинг ойынның екінші бөлімін түсіретін боламын. Бүгін мен мына Приора миниге емес, мына Жигулиме обзор түсіремін. Сіздерге настройка машины, шельный вид теңге кіресіздер. Сол жерде түстерді ауыстырасыздар мына жерден. Күшті түс таңдайсыздар. Мен мысалы өзіме мына түсті алғым келеді. Жоқ, ішлей бұл дейміз. Осы түс енді нормально. Но енді көк. Жоқ, қап-қара болсын. Жоқ, қара емес. Бүйтеміз. Енді майын дегенге. Бүйтемізді. Қып-қызыл қылып қояйын. Не осындай болсын. Әп-әдемі болады сияқты. Достар, мен қазір қалаға келгесін көрсететін боламын. Ал енді кеттік. Оған дейін сіздер лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және арнаға тіркеліңіздер. Әне дегенше келіп жеттік. Сити 2 қаласына келдім. Бұл обновление шықты, және обновлениеда осы Сити 2 деген қала шықты. Міне осындай дискалар, міне осындай. Менің жүгірдіğim дискалар осындай қызыл көк болды. Және балоны кішкентай, міне фары аппақ. Ой, ол қатып жатыр телефон. Міне фары аппақ, номер жоқ, түсі сары. Спойлер, кішкене бір спойлер. 2 крушитель. Салоны менен андай. Дәлкім қаламен ауылдағы. Осындай бір Жигули. Деп газын кетті. Көтереміз. Бүйтіп не осындай. Терезен қарайсың, не өйтеу деп қарайсыз қоясыздар. Енді бүйтеміз. Ал енді мен бұның скорсын тексеремін. Бұл Сити 2 деген жерді қайтып табу керек екенін мен сіздерге көрсете аламын. Старт дегенді басасыздар, және де старт деген шығады, старт дегенді басасыздар. Онлайн гейм ба, или левелс ба, или Сити деген жерді басасыз ба. Сити деген жерді ойнасаңыздар, Сити дегенді басасыздар, әртүрлі жер шығады. Содан біреуін таңдайсыздар. Мен осы біреуін таңдағаннан Сити 2-ні таңдадым. Соңғысының алдында тұрады. Соны таңдадым. Ойбай! Достар, сіздерге тегін ақша керек па? Оны ештеңе істемейсіздер, құр бүйтіп жүресіздер. Өзіңіз білесіздер, ол деген әртүрлі жерде болады. Андай бір, на обновлениеда, ойбай! Міне, андай бір ящик болады, короче. Модсыз ештеңесіз, бұл ақша терминалдан. Уже маған достар 15.000 теңге берді. Енді сол 15.000 кәшенеміз енді. Өйтті. Үстілерін бәрі жерін қарып шығасыздар. Бұнда ящик деген әртүрлі жерде болады. Ойнамаңыздар. Аш, мінбей тұр. Андай катавестегіде мініп кеткенде ғой. Не понимаю. Енді мустанг керек емес жерде тұр екен. Мобизм қозғалып кете берді. Ебана фар бачып тұрды достар. Мен алдыңғы видеода Приорамен жүрген болатынмын. Сол енді екінші келесі машинамен жүрім. Достар, мен қазір көрсететін боламын. Достар, мен дрифт ететін жерге келдім. Ал енді дрифт модені қосып, дрифт жасайтын боламын. Міне, айтты.
Bitip doğrap dostlar. Easy, oh guys. Tamam. Easy, come on. Zuns. Zıkkam. Yani dur saytamay men şiley endi. Bitemiz. Elimizdeki tabii. Kala aşağı kursun. Oyбай, no drift жасай берді ғой. Шаңытып кеттік қой ана жерде. Easy, oh guys. Tamam. Easy. Dostlar kішкене дауысым біртүрлі болып бара жатыр. Кешіріңіздер. Жөтелден ба білмедім ал. Easy, come on. Ай. Осы енді Жигулишка. Достар, мен қазір мынаның скорсын тексеретін болам. Бұда да привара сияқты без мотор. Мотор ештеңе жоқ, без мотор, короче. Мотор салынбаған. Ал енді бұның нешеге дейін баратынын көреміз. 1, 2, 3. Не болды, достар? 90-ға шейін барды. Достар, қазір сіздерге аддүші бір дрифт көрсетіп жіберейін. Осымен обзорымыз бітті деп, сау болыңыздар деп айтып жіберейін. Істеміз. Ойбай, надо бір шықпайтын кезде шығып. Шоштып шығады ғой. Қазір сіздерге дрифт көрсетемін. Бітеміз. Айдаймыз. Айда! Easy, come on. Зүніз. Таман. Осындай дрифтті көріп едіңіздер, достар. Аддүші дрифт, короче. Достар, енді мен видеомды аяқтаймын ау деймін. İşte Dostlar, osымен видео аяқталды. Достар, осымен видео аяқталды. Ал ендеше сау болыңыздар, достар.